Биология ОБД-да келіп жатқан буынға қатысты сұрақтардың бірнешеуін жинап алдым. Сен осы жердегі сұрақтардың қайсысының жауабын білетін болсаң, осы видеоны стопқа паузаға қой да, комментарийға жауаптарын жазып жібер. Егер білмейтін болсаң немесе күмәнданатын болсаң, қазір мен саған осы сұрақтарға қайсысы дұрыс екенін көрсететін ақпаратты көрсететін боламын. Және бұл ақпарат өте маңызды, өзіңе сақтап ал және міндетті түрде досыңа жіберуді ұмытпа. Сонымен кеттік онда. Бірінші, буын деген не екенін бастайық. Буын дегеніміз бұл екі немесе бірнеше сүйектің қозғалатын жерін айтады. Мысалы үшін біз сүйектерімізді, қолымызды бүгеміз, тіземізді бүгеміз, немесе басымызды бұрамыз, барлығы буындар арқылы іске асады екен. Және буындардың бәрі бірдей қозғалмайды екен. Біреуі аз, біреуі белгілі бағытта, біреуі көп бағытта қозғалады екен. Буындар үш түрлі белгі бойынша жіктелінеді. Бірінші, ол сүйек саны бойынша. Яғни жай буын, бағана айттық, тек екі сүйектен түзілген болады. Бұлар, мысалы, иық буынын алатын болсақ, ол жаңағы тоқпаншылықпен жауын. Күрделі буын дегеніміз ол үш немесе одан да көп сүйектерден түзіледі. Екінші, буын бетінің пішініне байланысты бізде цилиндр тәрізді, эллипс тәрізді, ершік тәрізді және шар, жайпақ буындар деп бөлеміз. Бұл жіктелу буынның қозғалысына емес, яғни несіне, құрылысына қатысты. Қозғалыс осьтері бойынша буындар бізде бір осьті буын, бұл бір жазықтықта қозғалады. Көбіне цилиндр тәрізді болып келеді. Яғни цилиндр тәрізді буын ол бір осьті буынға жатады. Мысалы, саусақ сүйектерінің буындары және шынтақ және кәржілік сүйектерін байланыстыратын жоғары буын. Ал екі осьті буынға бізде қарама-қарсы екі бағытта қозғалады. Көбінесе эллипс немесе ершік тәрізді болып келеді. Яғни ершік, эллипс тәрізді бұл екі осьті буынға жатады. Мысалы, кәржілік пен білезік буыны. Астыңғы жақ сүйек буыны және тізе сүйек буындары бізде екі осьті буынға жатады. Үш осьті буынға бізде ең қозғалмалы буын болып есептеледі, яғни үш бағытта қозғалатын. Бұл бүгу, жазу, ішке және сыртқа айналдыру және түсіру, көтеру іске асырады. Және бұл көбінесе жамбас және иық буындары жатады. Екі осьті және үш осьті буындарда айналу қозғалысы болады. Яғни бұл кезде сүйек конус сызығы сияқты қозғалады. Ал кейбір тегіс буындар да үш осьті буындарға жатады. Мысалы, төс омыртқалары өсінділер арасындағы буын бізде ол үш осьті, бірақ тегіс буынға жатады екен. Және бізде жартылай буын деген нәрсе бар, яғни толық буын емес. Бұл жартылай буындар арасында саңылауы бар шемшекті байланысқан, міне көріп тұрсыз, шемшек арқылы. Оның ерекшелігі буын қабы түзілмейді, бұларда буын қабы болмайды. Толық қозғалмалы буын емес, және қозғалмалы және жартылай қозғалмалы буынның арасындағы өтпелі форма есептеледі. Және оған мысалдар төс сүйегіндегі мен қабырғалардың байланысы және омыртқааралық дискілер және шат сүйегіндегі кездеседі, жамбас сүйегіндегі. Енді біз сұраққа назар аударатын болсақ, бірінші 14-ші сұрақта бізде сүйектердің қозғалмалы байланысы, ол бізде не деп аталады? Буын арқылы деген жауап болады. Шемшек арқылы болатын болса, ол бізде ол жартылай буын болады, дейді. Ал жік арқылы болатын болса, ол бізде қозғалмалы байланыс болады. 19-ші сұрақ. 19-ші сұрақта бізде аралығында саңылауы бар шемшекті байланыс дейді. Арасында саңылауы бар шемшекті байланыс деген ол бізде жаңа ғана қарастырдық. Міне, арасында саңылауы бар шемшекті байланыс ол жартылай буын болады. Бұл жерде жартылай буын деген жауап болады. Қарапайым буын дегеніміз бұл жерде ол бізде тек екі сүйектен тұратын буын, ал үш осьті дегеніміз ол үш бағытқа кеңістікте бұрылады. Иық буын деген ол үш осьті буынға жататын буынға жатады. 18-ші сұрақ. Кәржілік пен білезік арасындағы буын. Кәржілік пен білезік арасындағы буын, мына жерде бізде кәржілік пен білезік арасындағы буын бұл бізде екі осьті буынға жатады, міне. Сонда екі осьті буын деген жауап болады. 21-ші сұрақ. Шынтақ пен кәржілік сүйектері байланысатын жоғары буын дейді. Бұның жауабы бізде қандай болады? Міне бір осьті буын болады, міне. Шынтақ және кәржілік сүйектерін байланыстыратын жоғары буын. Яғни бұл бізде бір осьті буынға жатады. 21-ші сұрақ. 20-ші сұрақ. Ең қарапайым буын бұл бізде бір осьті буын болып есептеледі. Келесі соңғы сұрақ бізде сәйкестендіру. Буындарды жіктеу бойынша екі осьті және бір осьті дейді. Бірінші, араларында саңылауы бар шемшек байланысы ол бізде жартылай буын еді. Иық буыны бізде үш осьті болатын еді. Тізе буыны ол бізде неше осьті болады? Міне көріп жүрейік. Иық буыны бізде міне көріп тұрсыздар үш осьті. Ал тізе буыны бізде екі осьті болады, міне. Демек, тізе буыны ол екі осьтіге кетеді. Бір сы болады, ал саусақ сүйектері өзара байланысатын буын ол бізде бір осьті болады, міне. Жерден көріп жүрейік, бір осьті.
саусақ сүйектердің буындары ол бір өсті міне. Так, егер бұл саған түсінікті болса және қызық болса видеоны лайк басуды ұмытпа және достарыңа тарат және өзіңе сақтап ал.